Сәлем баршаңызға. Сіз білмейтін қызықтар арнасына қош келдіңіздер. Бүгін пайдалы ақпарат кеңірдек туралы аңыз қиссаны айтатын боламын. Кеңірдекті ағылшынша Адамс Apple дейді екен. Жалпы неге олай қойған және кеңірдектің аңыз қиссасын біліп жүрейік. Біз білеміз, ең алғаш адам ата жаратылған, кейіннен оның қабырғасынан Хауа ана жаратылған. Солай екеуі қосылып райда жүрген. Бір күні Хауа ана өзі бөлек бір жерде отырғанда ібліс келіп оған былай дейді: сенің мына сұлу келбетің қартаяды, сұлулығың кетеді. Ол сұлулығыңды сақтау үшін мына жемісті же дейді. Сөйтіп Хауа ана жеп қояды. Солай біраз уақытта адам ата да келеді. Хауа ана адам атаға сол жемісті жеуге шақырады. Енді жемісті жейтін кезде Жәбірейіл періште келіп тоқтатады. Ол жемісті жеме, сен мына жерден қуыласың деп тоқтатады. Дәл осы сәтте жаңағы жеміс адам атаның мойнында тұрып қалады екен. Сол кезден бастап ер адамда кеңірдек пайда болыпты. Енді адам ата Хауа ананы тастап кетпей, адам ата алды да жаңағы жемісті жұтып жіберді. Мен Хауа анама жауаптымын деп бірге кетеді. Сондан мына ер адамның кеңірдегі оның жауапкершілік көтере алатын символының бірі. Егер ақпарат пайдалы болса, видеоға лайк басып, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік.